Баршаңызға сәлем әріптестер. Менің атым Жұлдыз, және сіздермен бірге Жаз бол подкасты. Ай сайын біз осы подкаст арқылы әріптестерімізбен магнум жаңалықтармен және әртүрлі пайдалы ақпаратпен бөлісеміз. Бүгін бізде өте маңызды және өзекті тақырып деп ойлаймын. Бүгін біз күйзеліс туралы сөйлесетін боламыз. Күйзелістің не екенін, оның өмірге қалай әсер етеді екенін және күйзелісті басқару әдістеріне назар аударамыз. Бүгін бізде қонақта психолог Зарина Равиль. Зарина 10 жылдан астам тәжірибесі бар психолог, психотерапевт, PhD докторы және дағдарыстық жағдайлар бойынша маман. Зарина, қош келдіңіз. Қош болдық, Жұлдыз. Өте қуаныштымын шақырғаныңызға. Бүгінгі тақырыпты ашық айтып, бәріне пайдасы алып келетін үміттенемін. Рахмет. Қазіргі таңда ең көп талқыланатын тақырыптардың бірі ол күйзеліс. Мысалы, күйзеліске төзімділікті арттыру, эмоциялық сарқылу деген мәселелер және күйзелісті басқару және эмоциялық сарқылумен күресу қазіргі уақытта ең өзекті тақырыптардың бірі. Ешкімге құпия емес, біз жұмыс істейтін бөлшек сауда саласы және жалпы сауда саласы әрқашан айтарлықтай қатаң орта болған. Ал қазіргі әлемдік дағдарыс кезінде көптеген адамдардың өмірі бұрынғыдан да күйзелісті болып кетті. Бұған қоса күйзелістің жұмыстағы көрсеткіштерге де, өмірдің барлық басқа салаларына да тікелей әсер етеді. Мұны біз бәріміз білеміз. Сондықтан бұл тақырып адамның үйлесімді өмір сүру үшін өте маңызды. Зарина, сіздің тәжірибеңізде күйзеліспен жұмыс істеу мәселесі жиі кездесе ме? Күйзеліске байланысты өтініштер саны көбейді ме? Әрине, қазіргі кезде күйзелістер көп деп айтуға болады, бірақ егер біз күйзеліс деген мағынаға келетін болсақ, ол осы 2-3-10 жылда көбірек болды немесе пайда болды деп мен айта алмаймын. Оның себебі ол күйзеліс бұрыннан бар. Бірақ бұрыннан қазірден айырмашылығы ол көбірек адамдар оны интерпретация дейді ғой, соны көре бастады. Яғни ол бар, мен оны сеземін. Және оған қоса қазіргі кезде Instagram дамып келе жатыр, TikTok, YouTube дегенде дамып келе жатыр. Сонда адамдар өзінің тесттер өте көп. Яғни адам өзі үйде отырып, сол тестті өтіп, менде бар ма күйзеліс, әлде жоқ па деп айта алады. Қандай дағдыда мен жүрмін, дәрежесі қандай екен өзі көре алады. Соған байланысты адамдар соны диагностика жасағаннан кейін менде бар ма, әлде жоқ па деп өздеріне айта алады. Ал үшіншіден, бізде психологтар қазір өте көп, ол өте жақсы, бұл мамандық қазір өте жақсы дамып келе жатыр. Және соған байланысты адамдар психологқа барып, сұрап, сол психологтар сол күйзеліс бар ма, жоқ екенін айта алады. Сондықтан біз қазір күйзеліс көбірек болды деп мен нақты 100% айта алмаймын. Яғни ол бұрыннан келе жатқан нәрсе, бірақ адамдар оны қазір уже диагностикасын жақсы жасап келе жатыр. Қазіргі таңда адамдар барлық уақытын күн сайын жұмыста өткізеді. Стресске ұшырау кәсіби қызметке, әлде адамның мамандығына, жасына, мәртебесіне байланысты ма? Әрине. Медицинада профессионалды ауру деген бар. Ол әрине профессия жұмысына байланысты адамдар кейбір жерде күйзеліске көбірек ұшырайды. Кейбір жерде азырақ. Мысалы, мен өзімнің коллегаларым туралы айта алам, немесе осы магнумда жұмыс істейтін адамдар туралы алам. Себебі адамдар, егер адамдармен өте көп жұмыс істесе, күйзелісте деңгейі жоғарылайды. Ал егер мысалы адам жай жұмысы, тек мысалы компьютерде жұмыс істеп, оның стресс күйзелістері аз, адамдар мүмкін мысалы аптасына бір рет немесе күніне бір рет қана қатынаста болса адамдармен, ол әрине күйзеліс деңгейі де азырақ болады. Сондықтан профессионалды ауру, күйзелістер жоғары мамандықтар бар. Түсінікті. Ал адамның күйзеліске ұшырағанын қалай білуге болады? Жиі кездесетін белгілер бола ма? Ол белгілер қандай? Әрине бар. Ең бірінші ол ұйқы сапасының төмендеуі, нашарлауы. Яғни адам ұйықтайым деп жатып 2-3 сағат ұйықтай алмаса, бұл ұйқының сапасы төмен немесе терең ұйқы жоқ екендігі. Ең біріншісі. Екіншісі ол келе жатып, мысалы адамда біз ешқашан басымыз бос болмайды.
әр минут сайын бір ойлар келіп тұрады. Ол норма жағдай. Бірақ бұл жерде қарау керек, қандай ойлар келіп жатады адамның басына. Бұл жақсы ойлар ма? Мен қаншасы, мысалы, бақытты сезім бар ма менде? Қуаныш сезім бар ма менде? Әлде мысалы, жоқ, айналада бәрі жаман, ауа райы жаман, адамдар жаман, машинам жаман деп, сонда қанша, егер мысалы пайыздық деңгеймен ол ажырата алады, қанша ойлар жаман жаққа, қанша ойлар жақсы жаққа направление бар дегендей. Соған байланысты. Үшінші, ашу, ызасы келетін адамдар, мысалы, адам ашу, ыза ол норма эмоция болып табылады. Біз психологияда оны жаман жақсы деп бөлмейміз агрессияны. Агрессия болу керек адамда. Агрессияның себебі оны қорғаныш сезім деп айтуға болады. Бірақ бұл жерде айырмашылығы, яғни осы агрессия, ашу, ыза келетін адамдар бір секундта пайда болады, және бос жерде пайда болады. Яғни адам түсінеді, мені ешкім ызам келтірмеді, бірақ мен алдымда қатты ызам келіп, айғайлағым келді, бір нәрсені ұрғым келді, бір нәрсені итергім келді. Сол, яғни бұл дене арқылы берілетін белгілер. Сол белгілерді қарау керек, күніне қанша рет көрінеді. Егер мысалы аптасына бір рет болса, яғни ол шынымен адам ашулы бір нәрсе жағдай соған алып келді. Ал егер күнделікті, күнде бірнеше рет қайталанатын жағдайлар болса, уже ойлану керек, неліктен менде сонда ызамның дәрежесі өте жоғары. Сонда ойлану керек, не, қандай жағдайлар осыған алып келе жатыр. Себебі ол бір күнде пайда болмайды нәрсе. Әр нәрсенің ұйқының сапасының төмендеуі, айналада не болып жатқан ойлауы, ызаның келуі, ол бірнеше апта, айлар алып келуі мүмкін. Және төртіншісі, осы күйзеліске алып келетін стресс, ол жұмыста выгорание дейді. Мысалы, адамдар естіген шығар, мысалы, адам жұмысқа барғысы келмейді таңертең. Таңертең тұрады, мен ұйқым қанбады, осы жұмысқа барғым келмейді, демалысым қашан болады, отпускыға қашан шығам, немесе шефіме бір нәрсе айтсам ба, жұмысқа бармайым ба деп. Яғни бұл жерде как саботаж сияқты нәрселер көбірек пайда болса, бұл жерде уже, значит, выгорание пайда болды деген сөз. Осы төрт нәрсе, ең негізгі төрт нәрсе адам өзінде көрсе, да, өзі соған, осындай менде барау деп, сонда уже күйзелістің басы деп айтуға болады. Зарина, біз сізді бағдарламамызға дәл қазір жаңа жыл қарсаңында шақырғанымыздың себебі, біздің компаниямыз Magnum ешкімге құпия емес, Қазақстандағы ең ірі бөлшек сауда желісі. Және жаңа жыл қарсаңында бүкіл ел бойынша дүкен қызметкерлері күйзелісті жағдайларға тап болады. Барлық адамдар мереке алдында бәрін сатып алып үлгергісі келеді, үлкен кезектер болады. Барлығы кассирлер мен сатушылардан жылдам және сапалы қызмет көрсетуді күтеді. Соның нәтижесінде әртүрлі күйзелісті жағдайлар туындайды. Әрине, жұмыс процесінен мұндай жағдайларды толығымен алып тастай алмаймыз. Бізге Magnum қызметкерлеріне сатып алушылармен болатын кез келген жағдайда сабыр сақтап, сыпайы болып, компаниямыздың құндылықтарын сақтауымыз қажет, яғни жылдам, адал және сенімді болу өте маңызды. Бірақ қызметкерлердің эмоциялық күйі мен психологиялық денсаулығы да өте маңызды. Өзіңіз айтап өткендей, күйзеліс эмоциялық сарқылуға және еңбек көрсеткіштердің төмендеуіне әсер етуі мүмкін. Маман ретінде сіз клиенттермен көбірек байланыста болатын алдыңғы қатардағы әріптестерімізге, сатушыларымыз, кассирлерімізге күйзелісті жағдайларда, мысалы, ашулы сатып алушымен жұмыс істегенде өзін қалай ұстаған дұрыс екен, және осы жағдайда қандай кеңес берер едіңіз? Күйзеліске қалай дұрыс қарсы тұруға болады? Мүмкін осы жағдайдан шығуға болатын қандай да бір әдістер мен лайфхактар бар шығар екен. Қызметкер дәл осы жерде тап осында және дәл қазір не істей алады? Бұл өте маңызды сұрақ. Біз бағана айтып кеткендей, кешкі уақытта, әрине, немесе жаңа жыл алдында адамдар өте көп келеді. Сол кезде кассирлер
кешкі уақытқа дайындалғанда бізде психологияда мынандай нәрсе бар, яғни жұмысқа кіру және жұмысқа шығу ол есіктен емес, ол яғни адам оймен мен жұмыста қазір отырмын, мен қазір жұмысқа кіріп және осыны бітіргеннен кейін жұмыстан шығам деп оймен айту керек, яғни оның өзінің ішінде оймен. Ол есіктен кіре берісте мысалы адам есіктен кірді, содан кейін орнына отырды, сол кезде орнына отырғанда мен қазір тек жұмыскермін, менің жұмысым осы деп соған как согласие беру керек. Соған согласие бергенде оның уже денесі босайды, басқа ойлар кетеді, и ол уже өзінің сатып алушыларына ол тек қана сатып алушы, менің онымен ешқандай қатынасым жоқ, мен оған туысқан емеспін, баласы емеспін, әкесі емеспін, мен тек қана ол жерде өзімнің жұмысым бар, белгілі бір жоспар бойынша мен соны ғана атқарам. Ол ең бірінші, ең маңызды нәрсе. Жұмыс уақыты біткеннен кейін, жұмыс жоспары біткеннен кейін адам өзінің ойында айту керек, жұмысым бітті, жұмыс уақытым бітті, және ойда ол шығып кету керек сол жұмыстан. Содан кейін уже жұмыстан есіктен шығып кетеді. Бұл өте маңызды жаттығу деп айтуға болады, себебі адам сол кезде как бы переключаться етеді. Яғни как on-off дейді ғой, яғни вкл-выкл дегенде сол кезде уже ойында жүреді. Бұл ең негізгі маңызды нәрсе. Содан кейін үйге кіргенде адам да сол кезде мен енді үйге кірдім, енді менде басқа роль бар дегенде, яғни мен қазір үйге кіргенде мен мамамын ба, ана, апа, қыз, яғни өзінің басқа роліне кіру керек. Сол ең маңызды нәрсе, яғни осы жерде рольдерді араластырмау. Ең негізгі нәрсе. Яғни ол жұмыста, ол мысалы кассир, яғни оның кассирлік ролін ғана атқарады. Ол өмір бойы кассир емес, яғни ол белгілі бір уақыт ғана кассир. Яғни осы мысалы адам, актерлер болады, ол сахнаға шыққанда ол мысалы бір рольді атқарады. Сол сахнада ол ойнап, кейін ол шығып кетеді. Сол сияқты осы рольге кіру ол өте қызықты жаттығу деп айтуға болады. Екіншіден, мен жоғары айтып кеткендей, сіздің сатып алушыларыңыз ол сіздердің туысқандарыңыз емес. Сондықтан әр адам әсіресе кешкі уақытта магазинге кіргенде, бір нәрсе сатып алам дегенде, ол өзі стрессте болады. Яғни сатып алушының өзі күйзеліс жағдайда. Бірақ оны не алып келген күйзеліске сіздер білмейсіздер. Оны ешкім білмейді, оның ойында не болып жатқанын ешкім білмейді. Бірақ адамның психиканың қорғаныш қызметі өте жақсы дамыған бізде эволюция жағдайында. Сондықтан адам оны шығарғысы келеді. Әрине кейбір адамдар, әсіресе бізде қазір психикасы жоғары дамымаған адамдар деп айтуға болады. Олар кез келген адамға сол күйзелістің жағдайын шығарғысы келеді. Агрессияны шығарғысы келеді. Кейде олар бір нәрсеге түрткісі келіп, кассирге соны шығарғысы келеді. Хотя кассирдің оған ешқандай шаруасы жоқ. Яғни бұл жерде сатушының, мен айтайын деген, бір түсінігі болу керек. Яғни бұл сатушыға қатыссыз жағдай болып жатыр. Егер мысалы бір агрессия болса, бір недовольствосы болып жатса, мінезі көрсеткісі келсе, немесе жоғары дауыс көтерсе, яғни бұл тікелей сатушыға ешқандай қатысы жоқ. Бұл жерде сатып алушының өзінің ішінде болып жатқан жағдайы, яғни ішінде болып жатқан процестері, ол просто келіп қалған жағдай деп айтуға болады. Сондықтан соны егер дұрыстап тереңдеп сатушылар түсінсе, ол уже күйзелісті ондай жоғары деңгейде болмайды. Ол уже күйзелісті сырлап өтіп кетуге де болады сол кезде. Үшіншіден, бұл жерде сатушының өзінің ішінде қандай жағдайлар болып жатқан өте маңызды. Себебі біздер социальды адамдармыз, біз жеке өмір сүрмейміз, біздің туыстарымыз бар, достарымыз бар, яғни біздің ішімізде не болып жатқаны өте маңызды. Себебі адам қандай көңілмен жұмысқа келеді, сонда көңілмен ол жұмыс істейді. Сондықтан осы бірінші жаттығу өте маңызды. Яғни адам егер үйде бір нәрсе дұрыс болмаса, ол жұмыста да өзінің еркін сезбейді. Бұл өте маңызды нәрсе. Яғни ол жұмыста және үйде өте маңызды нәрсе бөліп тастау керек. Себебі біздің ішімізде болып жатқан нәрсеміз
тікелей жұмысымызға әсер етеді. Егер мысалы бізде үйде дұрыс жағдайлар болмай, мысалы әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін, ақша жетпей, біреумен ұрысып керіс болуы мүмкін, көшу жағдай болуы мүмкін. Сол кезде жұмысқа келгенде мен тек қана жұмыстамын, менің үйдегі жағдайларым жұмысқа маған әсер етпеу қажет деп адам түсінсе, оның да күйзеліс дәрежесі төмендейді. Зарина, тамаша әдістер, бөліскеніңізге рахмет. Күйзелісті жағдайдан тез қалпына келу өте маңызды. Күйзелісті жағдайдан кейін тез тынышталып тепе-теңдікке қалай келуге болады? Өте жақсы сұрақ, рахмет сізге. 1 минутта келетін күшті жаттығулар бар. Бір жаттығу айтайын, себебі егер кассирлер, олар адамдар келе жатқанда ол тез орнына келу керек, қалпына, ойда, және психоэмоциональды. Ең жақсы жаттығу квадрат жаттығу деп аталады, ол тыныспен байланысты. Оны қалай жасау керек? Ең біріншісі, адам 4-ке дейін санайды. Яғни 4-ке дейін санап, содан кейін терең демалыс жасап, 4-ке дейін тағы санайды. Содан кейін тынысын ұстап тұрып 4-ке дейін санайды. Содан кейін тыныс шығарғанда 4-ке дейін санайды. Содан кейін тыныс алмай 4-ке дейін санап отырады. Яғни бұл тыныс квадрат бойынша 4-4-пен жүреді. Бұл жаттығудың пайдасы неде? Біз мысалы күнделікті әр минут сайын демалғанда біз оны сезбейміз, біз оны қадағаламаймыз. Ал бұл жерде, яғни адам стресстік жағдайда уже тынысты қадағалай бастайды. Яғни адамның мақсаты тынысты қабылдау. Сонда біздің миымыз, біз автоматты түрде тыныс алып жатқан жоқпыз ғой. Бізге қазір 4-ке дейін санау керек. Содан кейін санағанда тыныс шығару керек, тек 4-пен ғана. Уже ойымыз, яғни миымыз уже басқа жаққа бөліне бастайды да, адам уже стресстен өзінің ойын ауытқиды. Сол кезде осы тәжірибе, осы жаттығу өте жақсы көмектеседі, яғни белгілі бір фокустан басқа фокусқа ойын ауыстыру. Яғни екінші фокус, ол тек осы тынысты қадағалау болады. Бұл өте күшті, өте жақсы жаттығу. Соны минимум 3 рет қайталасаңыз, уже стресстің деңгейі өте жақсы төмендейді. Және ол 1 минуттың ішінде жасалынатын жаттығу. Және ол қай жерде болсаңыз да оны жаттығу жасауға болады. Кассир ретінде өзіңіздің касса аппаратта отырсаңыз, келе жатсаңыз, немесе рульде отырсаңыз, немесе ұйықтай алмай жатсаңыз, осы жаттығуны жасауға болады. Өте жақсы жаттығу. Даже қазір тыңдап отырып, соны тексерсеңіз, уже даже қарайсыз қалай екенін. Зарина, керемет әдістер. Қазір сіз көрсеткен жаттығуны өзім істеп көрейін. Ал сіз тексересіз. Дұрыс істеп отырмын ба, дұрыс емес пе? Жақсы, көзіңізді жапсаңыз болады. Егер ыңғайлы болса, ішіңізде немесе дауыстап 4-ке дейін санап тыныс алыңыз. 4-ке дейін санаймын, содан кейін тыныс аламын. 4-ке санап отырып тыныс алыңыз. Яғни бір уақытта 2 нәрсені жасау керек. Енді ұстаңыз деміңізді, ішіңізден тағы 4-ке дейін санаңыз. Енді деміңізді шығарыңыз, ішіңізден 4-ке дейін санаңыз. Енді дем алмай тұрып 4-ке дейін санаңыз. Енді деміңізді алыңыз 4-ке дейін санап. Ұстаңыз, 4-ке дейін санаңыз. Деміңізді шығарыңыз, 4-ке дейін санаңыз. Дем алмай тұрып 4-ке дейін санаңыз. Қалай сезіп отырсыз өзіңізді? Жақсы. Осы керемет жаттығу деп ойлаймын. Оны жұмыста ғана емес, күнделікті өмірде де қолдануға болады. Әрине, әсіресе жаңа жыл алдында әркімде, тек кассирлерде ғана емес, көп адамдарда стресс болуы мүмкін. Жолда, мысалы, рульде, водительдерге соны да жасауға болады. Ең бастысы жағымсыз эмоцияларға бой алдырмау. Зарина, күйзелісті жағдайларда эмоцияларымызбен жұмыс істеуді үйретіп, тиімді босаңсу әдістерін көрсеткеніңіз үшін рахмет.
Бұл қарапайым бірақ тиімді лайфхактар біздің әріптестерімізге пайдалы болады деп үміттенеміз. Мен тағы күшті жаттығу бере алам, бірақ оны үйге келгенде үйде жасауға болады. Мысалы, сіздің жұмыскерлеріңіз үйге келіп, өзінің жұмыс атмосферасынан үй атмосферасына көшуге көмектесетін жақсы әдіс бар. Оны жатып жасау керек. Яғни адам, біз туылар алдында біз мамамыздың құрсағында болдық. Сол кезде егер есіңізге алсаңыз, қандай сіз позада болдыңыздар? Есіңізде ма? Яғни бүкіреген поза, оны айтады, яғни қолыңыз және тізелеріңіз кеудеңізге жақын. Сондай, оны поза эмбриона деп айтады. Сол поза эмбриона төсегіңізге немесе жерге жатсаңыз болады, қай жерге ыңғайлы жатып, өзіңіздің тізеңізді қолыңызбен құшақтайсыз да кеудеңізге жақындатып, оңға солға қарай өзіңізді тербетесіз. Яғни сіз осы мамаңыздың құрсағында жатқандай уақытыңызға келесіз. Себебі біздің ойымыз, біздің миымыз, біздің денеміз бәрі бар есінде, ол ешнәрсе ұмытпаған. Және ол адамның құрсағында жүргенде ең қорғаныш сезімінде болған. Сондықтан осы қорғаныш сезімге келудің ең тез жаттығу осы поза эмбрионы. Оны да 1-2 минут жасасаңыз жеткілікті. Бірден өзіңіздің ойыңызға келесіз, өзіңізді жақсы сезінесіз, эмоцияларыңыз жақсы жаққа қарай жоғарылайды. Соны жасап көрсеңіз, өте пайдалы жаттығу. Тоже 1-2 минут қана. Зарина, сіз бөлісіп отырған ақпарат Магнум қызметкерлеріне ғана емес, барлық адамдарға шынымен өте пайдалы деп ойлаймыз. Шығарылымымызды қорытындай келе тыңдарманымызға қандай тілек айтар едіңіз? Жаңа жыл қарсаңында психолог, маман ретінде не айтар едіңіз? Ең бірінші айтар едім, әрине жаңа жыл біз ойлаймыз стресстік уақыт. Себебі бәрін үлгеру керек, подаркілерді алу керек, үйге продукт алу керек, үйді жинау керек дегенде жұмыс көп болып кетеді. Кейбіреулерде отчет болады, соның бәрін тапсыру керек дер кезінде. Себебі бізде календарный жыл жабылады. Соған байланысты адамдар асығып бәрін үлгеруге тырысады. Бірақ мына жерде өте маңызды жағдай, онымен біздің өміріміз бітпейді. Әрине ол келесі жылға ауысады, мысалы 22-ден 23-ке ауысады, және ары қарай. Бірақ онымен біздің өміріміз бітпейді, өміріміз одан әрі жалғасады, және жалғасуын біз өте қуанышты күтеміз. Сол, егер біз жаңа жылды осы қуанышпен күтіп, неге біз жаңа жылды стресске айналдырамыз? Менің ең бірінші осындай сұрақ. Осындай сұрақты өзіңізге қойсаңыз болады. Неге біз жақсы ойлаймыз деп, қуанышқа бара жатырмыз деп, өзімізді стресске, күйзеліске ұшыратамыз. Яғни осындай сұрақ өзіңізге шынымен шынайы қойып, шынайы жауап беріңдерші. Сондай нәрсе қажет бола ма, қажет болмай ма? Әрине жұмыста отчеттарды тапсыру керек. Себебі адамдар көбісі өзінің қаржысын, ақшасын күтіп отырады. Ол байланысты. Ал мысалы үйде бәрін үлгеру, мысалы көшіп қону, ремонт жасау, үй жинау, тамақ пісіру, стол дайындау, сол неғұрлым өзіңізге қажет екен, өзіңізге шынымен жауап беріңдерші. Оны жауап бергенде 0-ден 10-ға дейін санаңыз. Мысалы санау емес, айтыңыз, мысалы 0 ол жоқ, маңызды емес, 10 өте маңызды, маңыздылығы тым жоғары. Соның ішінде қай санды өзіңізге қоясыз? Мысалы 5 болуы мүмкін, 9 болуы мүмкін, 0 болуы мүмкін. Әр адамда әр түрлі болуы мүмкін. Соған байланысты өзіңіздің стрессіңізді төмендетуге болады, немесе неге соншама соны, егер 9-8-ден жоғары болса, сол жаңа жылды өзіңіздің ішіңізден оны психологияда гиперзначимость деп айтады. Яғни соншама гипер ойыңызда деңгейге қойып қойдыңыз. Сіз ғана оны қойып қойдыңыз. Басқа ешкім оны қойып тұрған жоқ. Мысалы, егер біз жасөспірімдерді әсіресе сұрасақ, балалар әрине күтеді. Ал жасөспірімдер олар сонда нейтральный позицияға келеді психологияның тұрғыдан. Егер солардан сұрасаңыз, оларға вообще бәрібір. Бәрібір. Неліктен? Себебі олардың психикасы өте үлкен стрессті так өтіп жатыр, әсіресе гормональды жағынан, и олар еще жаңа жыл туралы ойласа, вообще стресске, депрессияға ұшырап кетеді. Сол кезде олардың психикасы соншама ақылды, он сол стресстен қоршап тұрады. И оларда мысалы белгілі бір үлкен праздниктерге, жаңа жыл дегенде қарсаңында сұрасаңыз, оларға бәрібір.
вот шынымен бәрібір балаларыңыз бар шығар, сіңілі қарындастарыңыз, бауырларыңыз бар шығар, соларға қарасаңыз солардан көруге болады. Оларға бәрібір. Сонда неге біз сонша үлкен дәрежесін өзіміз беріп тұрмыз? Соны шынымен жауап берсеңіз, көресіз қандай күйзеліс, стресс дәрежеңіз төмендегені. Бәрін үлгересіздер. Әр нәрсенің өз уақыты бар әрине. Бірақ өзіңізден, ішіңізден спокойно болсаңыз, тыныш, мен бәрін үлгерем десеңіз, бірақ жоспарыңыз бар, сол бойынша жүрсеңіз, күйзеліссіз уақытында жасауға болады. Иә, Зарина, мен сізбен келісемін. Ойларымыз, жағдайымыз көп жағдайда өзімізге байланысты. Иә, әрине біз тек қана өзіміздің ойымызға әсер ете аламыз. Біз ешқашан басқа адамдардың ойына әсер ете алмаймыз. Біз балаға жаса десек, ол жасамаймын деп айтады, бірақ ол біздің өзіміздің туған баламыз. Егер сонда біз туған баламызға әсер ете алмасақ, біз қалай басқа адамдардың ойларына әсер еткіміз келеді? Әсіресе сатып алушылардың ойларына. Тағы бір айтайын дегенім, сатушының оның қызметі бар, жұмыс орны бар, белгілі бір жұмыс уақыты бар. Сол кезде оның мақсаты өзінің жұмысын дұрыс атқару, ең бірінші дұрыс, және екінші жақсы атқару. Сол кезде ол өзіне соны дәлелдеу керек. Мен жұмысты жақсы атқарып жатырмын ба, және дұрыс атқарып жатырмын ба? Яғни тек қана өзіне дәлелдеу керек, сатып алушыларға емес. Егер сатушы өзіне сондай мақсат қойса, мен өзімді қалай санаймын? Мен жақсы сатушымын ба? Дұрыс сатып жатырмын ба? Соны дұрыс жауап берсе, уже сатып алушының көңілінен шығамын деп мақсаттың дәрежесі төмендейді. Зарина, сізге көп рахмет. Кездесуіміз аяқталғаннан кейін жеке сұраулар болған жағдайда сізге кәсіби кеңес алу үшін әріптестер хабарласа ала ма? Әрине, иә, хабарласа алады. Төменде менің инстаграмды жазып қойсаңыз болады, директте жазса, мен өзім жауап бере аламын. Керемет, жақсы. Әріптестер, егер сіздерде жеке сұрауларыңыз болса, және сіздерге психолог маманның көмегі қажет болса, Заринаға жүгіне аласыздар. Байланыс деректері мен әлеуметтік желілердегі парақшаларға сілтемелер шығарылымның сипаттамасында болады. Қымбатты әріптестер, бүгінгі шығарылымыз соңға жетті. Назарларыңызға рахмет. Жазбол подкастымызды Magnum Live Telegram ботында және Live сайтында, сондай-ақ Apple Podcast, Google Podcast және Яндекс Музыка платформаларында тыңдай алатындарыңызды естеріңізге саламыз. Ал егер сіздер келесі шығарылымдарымызға, тақырыптарыңызға ұсынғыларыңыз келсе, бізге персоналмен жұмыс жөніндегі дирекцияның корпоративтік мәдениет және ішкі коммуникациялар басқармасына хабарлаңыздар. Бізді тыңдаңыздар, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер, күндеріңіз жақсы өтсін. Баршаңызға рахмет тыңдағандарыңызға, сау болыңыздар. Сау бол, жаз бол.